Қайырлы күн достар, сіздермен бірге слушаш. Бүгін сіздермен қытырлақ вафли дайындайтын боламыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Біздерге керекті заттар: сары май, қаймақ, қант, ұн және жұмыртқа. Барлығын көлемін описаниеда қалдырдым. Ең алдымен сары майымызды, қантымызды және қаймағымызды жақсылап миксерлеп аламыз. Ең алдымен миксердің өте баяу жылдамдығына, одан кейін жоғарылатып араластыратын боламыз. Кейін жұмыртқаларымызды салып араластырамыз. Мен жұмыртқаларды екі бөліп салдым. Егер сіздің миксеріңіздің қуаты күштірек болса, онда барлығын бірден салуға болады. Осылай жақсылап барлығын араластырып аламыз. Кейін ұнымызды илегіштен өткізіп, тағы да барлығын жақсылап араластырамыз. Ұнды бөліп салған жақсы болады. Сол кезде миксермен де жақсы араластырылады. Ешқандай қатпарлар пайда болмайды. Бұл вафлиді дайындауға сізге кеңес беремін. Міндетті түрде дайындап, үйдегілеріңізді қуантыңыздар. Осындай вафлинцеді дайындайтын боламыз. Ең алдымен вафлинцімізді жақсылап қыздырып аламыз. Ешқандай май жақпаймыз. Мен осылай бір ас қасық салдым. Егер сіздерде вафлинціңіз үлкен болса, онда 2 ас қасық салсаңыздар болады. Міне вафлиіміз осылай қып-қызыл болып пісті, өте әдемі болып. Дәл видеодағыдай көрсетілгендей вафлиларыңызды орасаңыздар болады. Немесе трубочка қылып, немесе воронка ретінде де орасаңыздар болады. Видеода сіздерге вафлиді ораудың 2 тәсілін көрсеттім. Міндетті түрде дайындаңыздар. Егер мен рецептін бойынша дайындаған болсаңыздар, комментарийға қалдырып кетіңіздер. Және де видеоға лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған слушаш ас болсын.